Біз тауға барамыз. Тауда қар көп. Мен тауда шаңғы тебемін. Түсінікті ма балалар? Мәтін түсінікті ма? Мәтінде ертең демалыс дейді. Біз тауға барамыз. Тауда қар көп. Мен тауда шаңғы тебемін дейді Алмабек. Ал енді Алмабек ертең қайда барады? Бірінші сұрақ. Оған бізде жауап береді. Балалар, ноутбук сендерге көрініп тұр ма? Иә. Мына жақ көрініп тұр ма? Иә. Машаллы Жафар. Өкінішке орай, Жафар сабақта жоқ. Әрі қарай. Келесі тағы да бір рет көрейік. К сожалению, Жафара нету. Ал, кімге түседі екен? На кого же остановится? Тынали Ван Райым. Ал, тұра ғой, сұраққа жауап береміз. Алмабек ертең орында тұра бер. Может, стоит здесь. Алмабек ертең қайда барады? Аха. Мен жаңа сендерге мәтінді оқыдым, иә? Я вам прочитала текст. Куда же пойдет Алмабек? Қазақша айтамыз. Алмабек тауға барады. Тамаша, отыра ғой Нұрай. Ал келесі, тағы да айналдырайық, иә? Аяла. Тұра ғой Аяла, тамаша, тұра ғой. Ал, Аяла, Алмабек тауда не істейді? Шаңғы тебеді. Тамаша, Аяла, жарайсың, отыра ғой. Аялаға қол шапалақтап қояқшы балар. Давайте похлопаем Аяла. Молодец, Аяла. Тағы да бір рет көрейік, иә? Тағы кімге түседі екен? Ильченко Назари. Тағы да сұраққа жауап береміз. Назари. Ал, Алмабек қайда барады? Алмабек ертең қайда барады? Ал? Алмабек ертең қайда барады? Да? Завтра куда пойдет Алмабек? Разве? Тауға барады. Алмабек ертең тауға барады. Назари, келесіде мәтінді мұқият тыңдаймыз. Жарайды ма? В следующий раз слушай внимательно текст. Тағы да бір рет айналдырайық, содан кейін болды, иә балалар? Қымбат. Тұра ғой, қымбат. Ал, қымбат. Алмабек тауда не істейді? Алмабек тауда шаңғы тебеді. Шаңғы тебеді. Тамаша. Коньки тебеді. Коньки де тебеді екен, әні. Қымбаттың Алмабегі коньки де тебеді екен балалар. Жарайсың, қымбат. Тамаша балалар. Енді балалар бір-бірімізді қол шапалақтап әдісімен тағы да бағалап қояйық. Қанекей балалар, друг другу похлопаем. Тамаша. Сендер үшінші тапсырма бойынша, қанекей балалар.